Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, қалай жағдайларыңыз? Аман есенсіздер ма? Біраздап кішкентай бос уақыт тапқан едім. Соған бір ой келіп еді. Сол ойды мен бөлісіп кеткім келіп жатыр. Сіздерге қажет болып қалар деп. Мынау қарт Каспий. Қараңыздаршы. Бір қызық жері, мына жердің барлығы су болатын. Мынау жартасқа дейін келетін сулар. Енді қараңыз суды қайда кетіп қалғанын. Құрметті бауырлар, бұл өмір сондай екен ғой. Бір күні тасыйсың, арнаңнан арындап тұрып асасын. Уақыт келгеннен кейін әр нәрсеге бір зауал демекші. Әр нәрсеге бір зауал демекші. Ақырындап осылай тартылады екен ғой күш. Алла қайырын берекесін берсін. Бір сөз ойға кеп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір уақиға болады. Сол уақиғаны айтып бергім келіп отыр. Білесіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің есімі Құранда бірнеше рет келген. Ал сахабалардың есімдері аталмайтын. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында жүрген бір сахабаның есімі аталды. Бір сахабаның есімі аталған Құранда. Ол Зайд деген сахаба. Басқа бірде бір сахабаның есімі аталмаған. Таң қаласыз, е? Соншалықты құрметке ие болған жігіт туралы бір қысқа ғана өмірінен нұсқа айтып кеткім келеді. Бір күні бір жаугершілік заманда, сол бір жаугершілік заманда біреудің жан ұясын сондай жау шауып, бала шағасын алып кетеді. Соның ішінде әлгі Зайд та кетеді. Олар тұтқын болып Меккеге сатылады. Сол сатылып атқан кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның болашақ жары Хадишаның қолына түсіп қалады. Құл болып түседі. Хадиша сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ұзатылатын болып жатқан кезінде болса керек, Пайғамбарымызбен бас қоса салысымен бірден Пайғамбарымызға өзінің құлын сол Зайдты сыйға тартады. Сонда Зайд кішкентай бала екен, жылайды. Әйел кісінің қолында мейірім көрді, бір ер кісіге беріп атқаннан кейін жылайды ғой. Бірақ ол қайдан білсін, е? Қайдан білсін жер бетіндегі ең мейірімді адамның қолына бара жатқанын? Қайдан білсін бүкіл халық оны сағынатын, сондай бір киелі үлкен кісінің қолына бара жатқан. Әлгі кішкентай сәби жылайды. Бірақ енді құл болғасын көнеді. Біраз уақыт Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында қызмет қылады. Ақыры Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға даусы естіліп жатқан шығар, е? Зайд ибн Хариса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келеді. Ол кісі пайғамбар болады. Сол пайғамбар болғаннан кейін де Зайдты жанына көтеріп, Құран жаттатып, Құран сауатын шығарып, жанына ертіп жүреді. Сонда Зайдтың өзінің туған әкесі ақын кісі екен. Баласы жоғалғаннан кейін, ол кезде радио, телевидение жоқ. Амал жоқ, сол радио, телевидениенің орнына баласын жыр қылып, өлеңге қосып, халыққа айта береді екен. Біреумен біреуге жетіп қалар деп. Расында да осылай өлең жырдың себебінен Құрайш сол Меккедегі халыққа жетеді бұл өлең. Бір баланы суреттеп береді. Қараса, ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген баланы бір көреді, бір кісі саудагер сол өлеңмен келеді да, дәл сол өлеңдегі баланы тауып алады. Сөйтеді де қайтарында әлгі өлең айтқан кісіні тауып, сол кісіге жолығып, сен бет бұл өлеңді шығарған дейді ғой.
иә, мен бұл өлеңді шығардым дейді. Сонда сол өлеңді шығарған жігіт мынандай жерде Құрайыштың осындай атақты бір руының қолында, Мұхаммед деген кісінің қолында екен деп адресін айтып жібереді. Әлгі кісі енді балам құлдықта жүр екен, мен оны сатып алайын деп ағайын тумаларының бәрін жинап, бәрінен ақша алып, тиын алып, бүкіл тапқанның бәрін қойнына салып пайғамбарымызға барады ғой. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып, мынау менің балам, оның дәлелі мынандай, осындай жаугершілік заманда осылай болды деп барлық тарихын айтып береді. Содан бері іздеп жүрмін бұл баламды. Енді сенің қолыңда екен, мен бұны сатып алайын деп бүкіл жиған тергенді алып келдім. Мына ұсынып атқаным осыны алыңыз да маған баламды беріңіз дейді ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ол құл ғой, мен саған деп сатып жібермейді, байқадыңыз ба? Өзі таңдасын деп Зәйдті шақыртады. Зәйд әкесін көреді, құшақтап әкесін көріп, ағайындарын көріп, сондай жылап, енді егіл-дегіл, мынау Каспий сияқты жан-жақтың бәрі су болады ғой енді. Содан әкесі айтады ғой, балам, мен сені сатып алуға келдім. Міне тапқан таянғаным, егер бұл аз десе, осыны берем де тағы да сатып алып келем дейді ғой. Сонан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таңдау бергеннен кейін кімді таңдайды деп ойлайсыз? Әлбетте Зәйд айтады ғой, әкетай, сізді танығаныма рахмет, тапқаныма рахмет, Аллаға мыңда бір шүкір, бірақ мен осы кісінің қолында қаламын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолын таңдайды. Иә, бармайды. Бақыттың кімнің қолында екенін түсінеді ғой. Сол жер бетіндегі ең абзал жан, осы қара топырақты басқан адамзат баласының асыл тәжі болған пайғамбарымыздың қызметінде бол үлкен дүние ғой. Соның қызметін дұрыс көреді, жанұясынан гөрі. Содан есімі аталады ғой пайғамбарымыздың. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, онда сені мен Зәйд ибн Мұхаммед деп атаймын, Мұхаммедтің баласы боласың, маған бала бол дейді. Бірақ Құран-ы Кәрімде асырап алған балдарың, сендерің балдарың болмайды деп бұйрық келгеннен кейін өзінің әкесімен аталып кеткен екен. Қысқа бір уақиға, құрметті бауырлар, барлық нәрсенің жақсылығы мен жамандығы бар. Өмір бұл сынақ. Мынандай буырқанған теңіз болса, бір күні тасиды, бір күн осылай тартылады. Мүмкін Алла жақсылығын беріп, Каспий өзінің орнына, жағасына қайтар. Айтатыным, әрбір нәрсе жақсылығымен болсын. Қайда жүрсеңіз де Алланы ұмытпаңыз. Алла сізге басыңызға не түсірсе де соның артында бір хикмет бар шығар. Зәйд сияқты алғашқы келген кезінде жылап, кімнің қолына түстім деп налымай, Құдай басыңызға берген нәрсені екі иықпен көтере біліңіз. Мүмкін соның артында сіздің ізденген бақытыңыз тұрған шығар. Соның қадірін білетін болсаңыз, мүмкін сол арқылы сіз екі дүниенің жарығын, бақытын, дәмін, сәнін көріп кетерсіз. Ал жақсылар, осындай бір қысқа ғана уақыт тапсам да бір ой бөліскім келді. Және осы нәрсе баршамызға бір керек деген ойым бар еді. Сауда саламат болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.